Сәлем достар, сендермен бірге Медкинус арнасы. Енді бүгінгі тақырып бізде иммунология деген не? Иммунология бұл иммунитет жайлы ғылым, яғни иммунологияда иммунитет жайлы сабақ өтеді екенбіз. Иммунитет деген не? Иммунитет дегеніміз адам ағзасын бөгде кішкентай ағзалардан қорғайтын қорғаныстық жүйесі. Яғни иммунитет деген бізді қоршаған ортадағы паразитті микроорганизмдерден қорғайды. Енді бізде келтіретін нәрсе бізде организм, яғни организм бізде екіге бөліп қарастырамыз: макроорганизм, микроорганизм. Макроорганизмдерге бізде кәдімгі макро деген үлкен дегенде үлкен организмдер, яғни қоректік тізбекте көрсетілгенде, мысалы жолбарыс, мына жерде медуза, мына жерде шаян, өрмекші, құс, бұның бәрі бізде нелер, яғни макроорганизмдер. Ал бізде микроорганизмдер ол бізде жалғыз жасушалы немесе жасуша емес құрылымдар. Оларға бізде мына жерде вирус, бактерия, саңырауқұлақтар жатады екен. Енді бізде макроорганизм мен микроорганизмнің қосылып өмір сүруін симбиоз деп атаймыз. Симбиоздың бізде түрлері бар: мутуализм, комменсализм, паразитизм. Мутуализмде екі жақты пайда көретін болса, оған бифидобактерия, лактобактерия, яғни адамның қалыпты микрофлорасы жатады. Ал комменсализм бұл бізде бір жақты пайда көреді, екінші жақ зиян көрмейді. Ал үшіншісі паразитизм бір жақ пайда көреді, екінші жақ зиян көреді. Ал оған бізде стафилококк, стрептококк және ротавирустар, папилломавирустар, тағы да басқа паразитті өмір сүретін микроорганизмдер жатады. Олар адамның организміне түссе, экзотоксиндерін бөле отырып, жаңағыдай паразитті өмір сүреді екен. Ал енді осындай паразиттерден қорғану үшін бізге иммунитет керек. Иммунитеттің түрлері болады бізде. Иммунитет ол бізге екіге бөлінеді: табиғи және жасанды. Табиғидың өзін екіге бөлеміз: жүре пайда болған және туа пайда болған. Жүре пайда болған бізде ол бізде адаптивті иммунитет деп те аталады. Жүре пайда болған ол бізде жасушалық Т лимфоциттер және гуморальды Б лимфоциттер. Ал туа пайда болған табиғи өлтірушілер, киллерлер және макрофагтар немесе моноциттер, дендритті жасушалар, эозинофилдер, базофилдер. Бұлар көбінесе мына туа пайда болғандар фагоциттер деген фагоцитоз процесін жасайды, яғни қармап алып ішіне апарып өлтіреді, яғни киллинг жасайды. Бірақ бұлардың бәрі көп жағдайда өлтіре бермейді, және бұлар кез келген антигенге жабысып өлтіре беретін болғандықтан бұларды біз арнайы емес деп атағанбыз, яғни кез келген антигенмен байланыса береді. Ал бізде арнайы антигендермен байланысатын және оларды өлтіретінді бізде арнайы иммунитет деп атаймыз. Ол бізде жүре пайда болған иммунитет. Ол бізде мысалы гуморальды осы жасушалық иммунитеттер. Енді бізде келесі жасанды иммунитет, ол бізге белсенді емес. Белсендісіне бізде активті вакцина жатады. Яғни ол не? Белсенді деген бізде паразитті микроорганизмді алып, оны әлсіретіп, оның антигенін ғана қанға саламыз. Оны көрген мына жердегі иммунитет оған бейімделіп, келесі жолы шынайы сол вирус немесе бактерия түскен кезде оны жаттап алғансын, оны өлтіріп тастайды. Ал бізде белсенді емесіне, пассивтісіне біз антигендер болады, антиденелер болады. Ол бізде мына гуморальды иммунитет жүйесінде Б лимфоциттер бөлетін антигендер болады. Сол антигендер антиденелер болады. Сол антиденелер жаңағы бізде нені өлтіреді немесе нейтралдайды, микроорганизмдерді, паразитті. Сол үшін бұны белсенді емес пассивті иммунитет деп атайды. Яғни бұл бізде жасанды түрлері. Бұл мына белсенді еместің маңызы не? Бізде және белсендінің маңызы не? Белсендінің маңызы бізде алдын ала организмге түскенде патогенді кейде иммунитет жеңе алмайды. Ондай патогендерден қорғану үшін бізде осындай алдын ала олардың сондай патогеннің ұсталып әлсіретілген түрлері енгізіліп иммунитетті үйретіп аламыз. Ол үшін керек, яғни бізде жасалатын вакциналар, ревакциналар, мысалы бірінші сыныпқа келгенде жасалатын осылардың бәрі осы белсенді иммунитетке, жасанды иммунитетке жатады. Ал белсенді жасанды емес иммунитетке мысалы адам ауырып, уже ауырып қалған, сол аурумен енді оны емдеу үшін біз оған белсенді активті иммунитет енгізбейміз. Ол наоборот одан сайын жағдайын қиындатып жіберуі мүмкін. Сол үшін біз жағдайын кішкене болсын жақсарту үшін антиденелерді енгіземіз. Сол ауруға бейімделген. Олар кішкене болсын жаңағы микроорганизмдерді өлтіріп, нейтралдай отырып, адамның жағдайының қалыпқа келуіне көмектеседі, немесе уақыт ұтып береді. Енді мына жерде тура осы жай ғана суреттер енгізілген, көріп өтсеңіздер болады. Мына жерде туа пайда болған, жүре пайда болған, арнайы жүре пайда болған. Ал арнайы емес туа пайда болған. Туа пайда болғанға мына жердегі жаңағы айтқан табиғи киллерлер, базофил, эозинофил, нейтрофил, мінекей. Ал жүре пайда болғанға бізде гуморальды мен жасушалық иммунитет жатады екен. Енді бізде келесі ол бізде гемопоэз. Гемопоэз деген гемо қан, поэз деген жүру немесе жасалу.
гемопоэздің бізде 10 түрлері: эритропоэз, лимфопоэз, тромбоцитопоэз. Міне эритропоэз эритроциттердің жасалуы. Енді яғни бізде сүйек кемігінде бағаналы жасушалар деген болады. Қараңыздар, мынау сүйектің кемігі бар, сары кемігі, қызыл кемігі. Қызыл кемігінде бізде қан жасалады, сары кемігінде сүйектің өзі жасалады. Қызыл кемігінде қан жасалады. Қан жасалу үшін бізде бағаналы жасушалар керек. Ал бағаналы жасушалар, оны біз кейде универсалды, кез келген жасушаға айналып кете беретін жасушалар дейміз. Олар бізде арнайы емес, яғни арнайы емес деген белгілі бір қызмет атқарамайды. Олардың қызметі жай ғана бізде керекті жасушаларға айналу. Яғни бізге өсу кезінде бізге сүйек жасушалар керек болатын болса, осы бағаналы жасушалар сүйекке айналады дегенде. Енді бізде сүйектің қызыл кемігіндегі жасушалар, олар бізде қан түзуге қатысатын жасушалар болып табылады. Енді қараңыздар, сүйекке бізге қан тамырлар кіреді, микро капиллярлар, көрдіңіздер ғой. Енді оларға бізде бағаналы жасушалар қан жасушаларына айналып отырып, сол жерде қанға түсіп уже рөлін атқарып кете береді екен. Енді қараңыздар, бізде миелоид мына жерде жасушаларды екіге бөлгенбіз. Миелоидты іздешар жасушалар, лимфоидты іздешар жасушалар. Лимфоидты іздешар жасушалар бізде лимфобластқа айналады, яғни бластты жасушаға. Ол жерден бізде табиғи келер жаңағы, және кішкентай лимфоцит. Ол бізде кішкентай лимфоцит, Т лимфоцит пен Б лимфоцитке айналады. Яғни бізде лимфоидты іздешарлар лимфоциттердің пайда болуына қатысады екен. Бірақ біз бұл жерде қарастыратын нәрсе, осы жерде бізде Т лимфоцит пен Б лимфоциттің бөлінуінің бөлек жолдары бар. Оны келесі сабақта айтамын. Гуморальды мен жасушалық иммунитет жүйесін айтқан кезде. Ал миелоидты іздешар жасушалар, ол бізде миелобласты жасушаларға, яғни миелобласты, мегакариобласты, проэритробласты және монобласты жасушалар. Ал ол монобласты жасушадан бізде моноцит түзіледі. Ол қанға барады. Қанды жүргенде моноцит, ал тінге өткенде макрофагқа айналады. Ал мына жерде проэритробласт, ол бізде ретикулоцитке айналады. Ретикулоциттен ары қарай эритроцитке айналады. Енді қараңыз, ретикулоцит эритроциттің жетілмеген түрі, яғни жетілмеген эритроцит десек те болады. Бұның мағынасы бізде қандай клиникалық маңыздылығы бар? Егер бізде организмде гипоксия болса, онда бүйректе де гипоксия болады. Ал бүйректе бізде эритропоэтин деген не бар? Гормон бар. Ол бізде бөлінген кезде, осы сүйек кеміне келіп қан арқылы түскен кезде, мына гемопоэзді бастап осы эритроциттердің түзілуін арттырады. Егер организм гипоксия мықты деңгейде болатын болса, организмде тіпті эритроцит емес, ретикулоциттерді қанға шығарып жібереді. Не үшін? Себебі оттек жетіспей жатыр, тез барып істей беріңдер дегендей нәрсе. Енді одан кейін барып мегакариобласттан мегакариоцит, одан тромбоцит түзіледі. Тромбоцит бізде білетіндей қанның ұйуына қатысатын жасуша. Одан кейін миелобласт. Миелобласт, ол бізде миелобласттан көбінесе фагоциттер немесе фильдер бөлінеді. Эзонофил, базофил, нейтрофил, мінекей. Тура осы фото төменде қараңыздар. Міне мына жерде сүйек кемігінен қанға бөлінді. Қаннан ол мысалы мына жерде лимфоциттер, яғни мысалы бета лимфоциттер болатын болса, ол мына жерде лимфа түйіндеріне барады. Ал Т лимфоциттер болатын болса, мына тимусқа барады. Міне Т лимфоциттер мына жерде тимусқа барады, тимусқа барып пісіп жетіледі. Одан ары қарай мына жердегі лимфоидты түйіндерде жатады. Т лимфоциттерде, Б лимфоциттерде. Мінекей. Мынау тура осы фото. Осы жерде орысшасы жай ғана. Мынау адаптивті иммунитетке байланысты термин. Міне адаптивті иммунитетке байланысты терминдер. Егер презентацияны алғыларыңыз келсе, менің телеграм арнама жазылып алыңыздар. Келесі кездескенше.